Pavlova olursa, Aydan Kursun, Polat Büyükler Alma Kalası'na, Tülün Gazi'nin Çıkış Kazakistan olursa. Екінші бөлімде жеңіске Нұрмәдин Асыл және Жамбыл облысы. Екінші бөлімге шақырылады. Аманкел Нұрсан Абай облысы, Бекбембетов Жансерік Астана қаласы. Үшінші бөлімде жеңіске Жұмакеш Бекболат және Алматы облысы. Үшінші бөлімге шақырылады. Мақұлбек Нұртас Шымкент қаласы, Сейсенбай Аханов Түркістан облысы. Дайдан Құрсын, Ақболат Нұрдәулет Батыс Қазақстан облысы, Сағындық Орталап Қызылорда облысы. Екінші бөлімге Аманкел Нұрсан Абай облысы, Бекбембетов Жансерік Астана қаласы шақырылады. Екінші бөлімге дайындалып тұрсын, Ерсайын Диас Астана қаласы, Есенгелді Нұрмұхаммед Түркістан облысы. Екінші бөлімде Түркістан облысы команда жетекшісі отырыңыз. Орындықтар. Бірінші бөлімде белгісі аяқталды. Жеңіске Сұлтан Нұрдәулет жетті, Жамбыл облысы. Бірінші бөлімге шақырылады. Болат Бекбер Алматы қаласы, Тілеуғазы Талант Шығыс Қазақстан облысы. Дайындалып тұрсын, Сәрсенбай Сабыржан Павлодар облысы, Конференция Павлодар облысы. Екінші бөлімде жеңіске Аманкел Нұрсан жетті, Абай облысы. Келесі айналымға жолданады. Екінші бөлімге шақырылады. Ерсайын Диас Астана қаласы, Есенгелді Нұрмұхаммед Түркістан облысы. Екінші бөлімге дайындалып тұрсын, Тойбеков Әлихан Қызылорда облысы, Сазанбай Рүстем Жамбыл облысы.
Aslanamaz, kesinlikle bozuldu. İkinci bir şartlarda Toybek'in ayıracağımız burada olursa, Sazanbay Özgen Canlı olursa, Aydın Yerli Oğlan Albay olursa, Abdülhali Canlı Asrota olursa. Birinci geleceğimizge Boğaz Beklerce Talman Kalasa. Birinci geleceğimizge şartlarda Sarçakbay Sadırcan Kalada olursa, Korkuya Atçak Kalada olursa. Dayda Aktırsın. Bayisi Vancar'ın Kalada olursa, Gibi Batkan Aslanı Kalasa. Üçüncü gün toplamışız, görüşürüz. Üçüncü gün toplamışız. Bence çıkamaz. Çıkınız da. Çık. Aslanız.
Сәрсенбай Сағыржан жетті Павлодар облысы. Үшінші кілемде жеңіске Сейсенбай Ахан жетті Түркістан облысы. Кілемге шақырылады Ақболат Нұрдәулет Батыс Қазақстан облысы, Сағындық Орталық Қызылорда облысы. Ақболат Нұрдәулет Батыс Қазақстан облысы, Сағындық Орталық Қызылорда облысы шақырылады үшінші кілемге. Дайындап тұрсын. Ақжан Ғабдолла Астана қаласы, Бақтияр Данияр Ақтөбе облысы. Жеңіске екінші кілемде Сазанбай Рүстем жетті Жамбыл облысы. Кілемге шақырылады Ербол Бұрман Алматы облысы, Әбдіғали Жалғас Орта облысы. Дайындап тұрсын. Абдуғали Сүлеймен Шымкент қаласы, Ғазизов Рауан Ақмола облысы. Дайындап тұрсын.
Нақылап жеті батыс Қазақстан облысы. Кілемге шақырылады. Ақжан Абдулла Астана қаласы, Бақтияр Данияр Ақтөбе облысы. Дайындалып тұрсын Қуанышбек Жомарт Түркістан облысы. Жұмакеш Бекболат Алматы облысы. Желіске Бақтияр Данияр жетті Ақтөбе облысы. Кілемге шақырылады. Қуанышбек Жомарт Түркістан облысы. Жұмакеш Бекболат Алматы облысы. Дайындалып тұрсын ақтық белгісімен жолдама үшін қырғақ елдегі палуандар. Сейсенбай Ахан Түркістан облысы. Ақболат Нұрдәулет Батыс Қазақстан облысы. Бірінші кілемде жеңіске Демеуов Атхан жетті Астана қаласы. Бірінші кілемде шақырылады 38 елдегі палуандар ақтық бәсекеге жолдама үшін. Сұлтан Нұрдәулет Жамбыл облысы, Болат Бекмер Алматы қаласы. Бірінші кілемге дайындалып тұрсын салмақтары 50 келідегі палуандар. Алғашқы жұп Тұрдығали Алмас Астана қаласы, Нұрлан Темірлан Жамбыл облысы дайындалып тұрсын 50 келі. Бірінші кілемге. Тұрдығали Алмас Астана қаласы, Нұрлан Темірлан Жамбыл облысы. Екінші кілемде жеңіске Ерболов Роман жетті Алматы облысы. Екінші кілемге шақырылады. Антуан Есенбек Шымкент қаласы, Разизов Рауан Ақмола облысы. Дайындалып тұрсын Кенжебек Жәнібек Жетісу облысы. Тұрсынбек Бекжан Қызылорда облысы.
Belediye ayaklarda birinci gelinde jengizge Nurdavlet Sultan жетіп 38 келі салмақ дәрежесінде ақтық бәсекеге жолдамада. Жамбыл облысы. Кілемге елу еңбек палуаны шақырылады. Тұрдығали Алмас, Астана қаласы, Нұрман Темірлан, Жамбыл облысы. Дайындалып тұрсын бірінші кілемге ақтық белдесуге жолдама үшін 38 келідегі палуандар екінші жұп. Сәрсенбай Сабыржан, Павлодар облысы, Демеу Батхан, Астана қаласы. Жеңіске Нұрман Темірлан жетті, Жамбыл облысы. Кілемге шақырылып 38 келідегі палуандар ақтық белдесуге жолдама үшін. Сәрсенбай Сабыржан, Павлодар облысы, Демеу Батхан, Астана қаласы. Дайындалып тұрсын елу келідегі палуандар Хамит Нұрова, Қарағанды облысы, Дәулетбай Азамат, Атырау облысы. Дайындалып тұрсын бірінші келіге. Хамит Нұрова, Қарағанды облысы, Дәулетбай Азамат, Атырау облысы. Дайындалып тұрсын елу келі бірінші келіге. Төреші отырам. Бірінші кезеңде жеңіске Қуанышбек Жомарт жетті, Түркістан облысы.
Birinchi kelin şartlar artık beylesini jolama üçün Сейсенбай Ахмат Түркістан облысы, Ақболат Нұрдәулет Батыс Қазақстан облысы. Дайындалып болсын үшінші бөлімге 60 келідегі палуандар. 60 келідегі палуандар дайындалып тұрсын. Түскен Бекзат палуандар облысы Төлеуді Айхан Астана қаласы. Түскен Бекзат палуандар облысы Төлеуді Айхан Астана қаласы дайындалып тұрсын. Жеңіске бірінші келемде Демеу Батқан жетті Астана қаласы. Ақтық белесіне жолдама алды 38 келсе Ақтық белесіне. Екінші келемде жеңіске Абдуали Сүлеймен жетті Шымкент қаласы. 50 келідегі палуандар шақырылады. Хамид Нұрұлы Қарағанды облысы, Дәулетбай Азамат Атырау облысы. Дайындалып тұрсын. Төлеутаев Нұрбек Абай облысы, Қуаныш Айболат Ұлытау облысы.